Мен Қаламқас Бейсенғали қызы. Қаламы қағазға төгілген журналист болуды армандадым. Мүмкін емес, бірақ шындық. Оралдық жас тілші Қаламқас Бейсенғали қызы қатерлі дертке шалдығып өмір үшін күресіп жатыр. Осы күнге дейін ТДК 42 телеарнасында қызмет еткен жас маман талай аурухананың табалдырығын тоздырып, біраз дәрігердің алдынан өтті. Ұзақ уақытқа созылған тексерістен соң оған аналық бездің қатерлі ісігі диагнозы қойылып отыр. Бүгінде дерттен деп бара жатқаны анықталған. Жігерлі жас қанша дес бермеуге тырысқанымен уақыт шектеулі. Сондықтан шұғыл түрде ем алу қажет. Қатерлі ісік денеге тарап, басқа ағза мүшелеріне жайылып кету қаупі бар. Аяқ астынан ауырып, қаңтар айының 12-сі күні жедел жәрдем шақырып, сағат кешкі 10-да жедел жәрдем шақырып, облыстық ауруханаға түстік. Сол кезде жаңағы дәрігерлер полный осмотр жасап қарап, жаңағы урологтар, гинекологтар барлығы бір-бірімен кеңесіп отырып, жаңағы онкологиялық белгілер бар деп бізге сондай ақпарат берді. Сол екі ортада бір ай бойы қаралдық. Барлық дерлік анализдердің барлығын тапсырдық. Соның нәтижесінде 12-ші кеше ақпан күні қатерлі ісік деп, аналық бездің қатерлі ісігі деген диагноз қойды. Метастаза 2-ші стадия 3-ке өтіп батыруы мүмкін деді. Сол үшін срочно емдеу керек. Уақыт шектеулі, өткен сіздерге каждый минут, секунд важны деді. Тезірек емдейтін болсаңыздар, басқа қалаға апаратын болсаңыздар, тезірек апару керек деді. Өйткені метастаза деген тез дамиды, тез тарайды деп айтты. Қазір Үндістан еліндегі Аполло клиникасына барып ем алу мүмкіндігі бар екені анықталған. Қаламқастың сырқатты жеңіп шығу үшін 20 миллион теңгеден аса қаражат керек екен. Қайсар да өмірге құштар қыз қатерлі дерттен құлан таза айығып, ортамызға оралады деп сенеміз. Қазір ол бар жоғы 22 жаста. Бұл ауруды емдеу үшін қазіргі таңда әлем бойынша жалпы Индия мемлекеті өте жақсы емдеп жатыр деп естігенбіз. Соның ішінде Дели қаласында Аполло деген клиника бар. Сол клиникаға емдеуге ниеттеніп отырмыз. Өзіміздің бір таныстарымыз жаңағы араласатын, сол жақта емделіп, сол кісілердің айтуымен сол жаққа емделуге өзіміз ниеттеніп отырмыз. Осындай сынақ келіп жатыр басымызға. Қарындасымыз өте қатты ауырып қалып жатыр. Осыған бүкіл қазақ елін жұмылып жәрдем беруге шақырамыз. Енді бұл жерде жақсы түсінетін адамдар бар шығар. Әрбір қазағым жалғызым деп ойлайтын қазақтар, жанашыр қазақтар болса, жәрдем беріп көмектесулеріңізді сұраймын. Біз үшін 1 теңгеде, 100 теңгеде маңызды, сондықтан барынша көмектесуге тырысыңыздар. Енді бар үмітіміз шетелдік дәрігерлерде дейді ата-анасы. Жомарт жандардан Қаламқастың еміне қаражат жинауға қолғабыс етуді сұраймыз. Тамшыдан тама-тама көл болар демекші, ақ ниетпен қол ұшын созған ағайынға 1000 сауаптан жазғай. Қаламқастың өмірін сақтап қалу үшін бейжай қалмайық, жамағат. Қаламқас Бейсенғали қызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.